Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жазатын диктантымыз көктем деп аталады. Әдеттегідей мен бірінші мәтінді мұқият оқимын, одан кейін барып жазуды бастаймыз. Мұқият тыңдап отырамыз балалар. Көктем. Көктем де келді. Ауылдың ортасынан қақ жарып, ағып жатқан өзен таси бастады. Қар еріп, сай-саланы су алды. Өзен жағасына жақын тұрған үйдің адамдары түнімен ұйықтамай шығады. Ауыл қариялары қолдарын көлегейлеп, ұшқан құсқа жиі қарайды. Өйткені тырна келген соң жер жыртуға болады. Олар сол сәтті тосады. Бүгінгі жазатын диктантымыз осы балалар. Енді мен мәтінді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Көктем. Бірінші сөйлем. Көктем де келді. Көктем. Көктем де келді. Келді. Сөйлем аяқталды. Көктем де келді. Жаңа сөйлем. Ауылдың ортасынан қақ жарып ағып жатқан өзен таси бастады. Ауылдың ортасынан қақ жарып ағып жатқан өзен таси бастады. Сөйлем аяқталды. Тексереміз. Ауылдың ортасынан қақ жарып ағып жатқан өзен таси бастады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қар еріп сай-саланы су алды. Қосып оқыған сөздерді балалар қосып жазып қоймаймыз. Сөздердің қайсы сөз бөлек жазылады, қандай сөздер бірге жазылады, оны біз ажырата білуіміз керек. Тексереміз. Қар еріп, сай-саланы су алды. Өзен жағасына жақын тұрған үйдің адамдары түнімен ұйықтамай шығады. Өзен жағасына жақын тұрған үйдің адамдары түнімен ұйықтамай шығады. Сөйлем аяқталды. Тексереміз. Өзен жағасына жақын тұрған үйдің адамдары түнімен ұйықтамай шығады. Жаңа сөйлем. Ауыл қариялары қолдарын көлегейлеп, ұшқан құсқа жиі қарайды. Ауыл қариялары
қолдарын көлегейлеп қошқан құсқа жиі қарайды. Сөйлем аяқталды, тексереміз. Ауыл қариялары қолдарын көлегейлеп ұшқан құсқа жиі қарайды. Жаңа сөйлем. Өйткені тырна келген соң жер жыртуға болады. Өйткені тырна келген соң жер жыртуға болады. Тексереміз. Ешқандай сөздер қалып кетпеді ме екен? Өйткені тырна келген соң жер жыртуға болады. Сөйлем аяқталды. Соңғы сөйлем. Олар сол сәтті тосады. Тексереміз. Олар сол сәтті тосады. Диктантымыз аяқталды, балалар. Енді диктантымыздан қандай қате бар екенін тексереміз. Егер де қате болатын болса, балалар, қатемен жұмыс жасауды ұмытпаңдар. Қатемен жұмыс жасау арқылы ғана біз диктантты қатесіз жазуды үйренетін боламыз. Және бізге ата-ананың, немесе үнемі мұғалімнің ескертуінің, немесе ата-анамыздың үнемі диктант жаз деп ескертуінің бізге қажеті жоқ. Өйткені сауатты жазу, сауатты болу әр оқушының өзіне қажет. Кез келген жағдайда да оқушы сауатты болу керек. Сол себептен өздерің әрекет жасап, ілесе алмай қалсаңдар видеоны тоқтатып қойып, жазып алуларыңа болады. Бүгінгі жазуға арналған диктантымыз осы. Сау болыңдар, балалар.